Сәлеметсіздер қыздар. Жақсы отыра қойыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз жи көмегімен пенделерге арналған 2D және 3D сәнді бұйымдарды жасау. Мұндағы біздің мақсатымыз сіздерменен өткен сабақта осы бұйымдарды жасауды бастағанбыз. Бүгін соны аяқтаймыз. Яғни біз сәнді бұйымдар ретінде кілемшені таңдап алдық. Осы бұйымды сәндеп безендіріп аяқтаймыз. Ал қыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйімізді одан да жақсарту үшін біз ортаға шығамыз, айнала тұра қаламыздағы жүректен жүрекке атты ойынымызды бастаймыз. Бір-бірімізге тамаша тілектер айтамыз. Келе қойыңыздар, дөңгеленіп тұра қаламыз. Дөңгеленіп тұра қаламыз. Мен жүректі әдияға беремін, әдия өзінің жақсы сөзін аяулымға, аяулым әдияға. Сөйтіп кезек-кезек жақсы тілектеріміз айтып жүрегімізді ұсынамыз. Әдия, сен сондай тамаша қызсың. Аяулым, сен өте өнерлісің. Адина, сен өте пысықсың. Рахмет. Мөлдір, сен өте ибалысың. Рахмет. Кәусар, сен өте әдемісің. Памира, сен өте мейірімдісің. Рахмет. Әсем, сен өте адалсың. Рахмет. Кәусар, сен өте шеберсің. Рахмет. Апа, сіз өте ақылдысыз. Рахмет. Ал көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Ендеше орнымызға отырамыз. Қыздар, біз екі топқа бөлінеміз. Бірінші топ ботагөз тобы, екінші айшық тобы. Әдемі қыздар, сіздер араласып отырсыздар. Келіп біртіндеп мына жерде QR-ларыңыз тұр, соны телефонға скайнерлеп өз топтарыңызды табасыздар да орындарыңызға жайғасасыздар. Кәусар, бастаймын. Келе беріңіздер. Келесі қыздар бастайды. Жақсы. 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 Өте жақсы қыздар. Өз топтарыңызға, орындарыңызға жайғастырыңыздар. Қыздар, біз орнымызға жайғастық. Енді жаңа сабаққа бастамас бұрын, сарамандық жұмысқа кіріспес бұрын өткен сабаққа ораламыз. Интерьер дегеніміз не? Айшық тобы. Интерьер деген бөлменің ішін сәндеу. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Интерьерге қандай бұйымдар жасауға болады? Интерьер деген бөлменің ішін сәндеу. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Интерьерге қандай бұйымдар жасауға болады? Өз интерьерге арналған 2D форматтағы кілемшелерді таңдадық. Өте тамаша. Рахмет, жауаптарың дұрыс. Ары қарай келесі сұрақ. Тастағы таңбалар нені білдіреді? Тас дәуіріндегі ою-өрнектер адамзаттың ең алғашқы бейнелеу түрлерінің бірі. Жақсы. Бұл кезеңде адамдар өз ойын, дүниетанымын тасқа, сүйекке және ағашқа түсірген. Жақсы. Геометриялық бейнелер, жануарлар, аңшылық көріністер бейнеленген. Жақсы. Өнердің алғашқы бастамалары қазақ ою-өрнектерінің негізі болып табылады. Өте тамаша. Келесі айшық тобына ою-өрнектер қайда қолданылады? Киім-кешекте, тұрмыстық бұйымдарда, зергерлік бұйымдарда, сәулет өнерінде, білім және тәрбие саласында. Өте жақсы, тамаша. Дұрыс жауап беріңіздер. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Ал қыздар, тамаша, жарайсыңдар, жақсы жауап беріңдер. Сұрақтарға жауаптарың өте дұрыс. Енді сабағымызды ары қарай жалғастыратын болса, 2D формат пен 3D форматтың айырмашылығы қандай? 2D формат дегеніміз бұның жазықтықта орналасқан декор ретінде пайдаланамыз. Бұның ұзындығы бар, ені бар. Тек қана алдынан қарауға ғана болады. Бұл 2D жазықтықта орналасқан. Келесі 3D форматта дегеніміз оның ұзындығы да бар, ені де бар, және бұның жан-жағынан қарауға болады. Бұл бұйым 3D форматта орындалған бұйым. Түсінікті ғой, айырмашылығы. Ал қыздар, мендегі 2D кілемше. Бұл үйдің ішіне ілінетін, интерьерге үйдің ішіндегі. Енді біз сіздерменен
осының басқа түрін дайындаймыз кілемшені. Ол үшін сіздер әрқайсыңыз өздеріңіз таңдаған оюларыңызды көрсетесіздер. Таңдаған оюларыңыз бойынша анимация жасайсыздар, видео дайындайсыздар. Жақсы ойы, түсінікті ма, тапсырма? Ал ендеше дайын болсаңыз, кірісеміз онда. Oyunun türlerini tangdap kelу керек болған е. Ал Кәусардан бастаймыз. Қандай ою түрін таңдадыңыз? Мен гүл оюын таңдадым, себебі ол нәзіктік пен сұлулықтың символы. Мен гүл оюын жандандырып, анимация жасадым. Өте тамаша. Ары қарай Әдина, сіз қандай ою таңдадыңыз? Мен құс қанаты ойын таңдадым, себебі ол ерлік пен жеңісті білдіреді. Өте тамаша. Ары қарай қандай ойының түрін таңдадыңыз? Мен арқар ойын таңдадым, себебі ол күш қайрат пен батылдығын білдіреді. Өте тамаша. Әсем, Мөлдір, сіз қандай ою таңдадыңыз? Жылқы ойын таңдаған себебін еркіндік пен жүйрікті және сұлулықты білдіреді. Өте тамаша. Жарайсыздар қыздар. Енді келесі айшық тобына келеміз. Кәусар, сізден бастаймыз. Қандай ойының түрін таңдадыңыз? Сырға ойын таңдаған себебім қыз баланың нәзіктілігін, сұлулығын көрсететін символ. Өте тамаша. Жарайсыз. Әдия, сіз қандай түрін таңдадыңыз? Мен күн ойын таңдаған себебім ол жарық, жылу мен қуатты білдіреді. Өте тамаша. Рамина, сіз қандай ойының түрін таңдадыңыз? Мен бүркітті таңдаған себебім ол биіктікті мен еркіндікті білдіреді. Өте тамаша. Аяулым, сіз қандай ойының түрін таңдадыңыз? Мен түйе ойын таңдаған себебім ол тұрақтылық пен мықтылықтың белгісі. Өте тамаша. Осы таңдаған оюларыңызды сіздер видео жасадыңыздар. Дайынсыздар ғой? Жақсы, тамаша. Ал қыздар, бүгін біз кілемшені дайындау үшін негізгі пайдаланатын біздің құралымыз, материалымыз жүн. Енді бізге қазір күміс әжей осы жүн қалай пайда болды, ол жүндерден қандай бұйымдар жасауға болатын туралы ертегісін айтып береді. Осы күміс апайдың ертегісіне құлақ түреміз. Ертеде емес, біздің қазақтың кең даласында бір ақ жаулықты әже өмір сүріпті. Оның аты күміс әже екен. Күміс әже өте шебер болыпты. Әсіресе қойдың жүнінен түрлі әдемі бұйымдар жасауды жақсы көрген екен. Бір күні немерелері әжесінің үйіне қонаққа келеді. Үйдің іші ерекше жылы, сәнді екен. Төрде көздің жауын алатын алаша, қабырғада оюлы панно, жерде жұмсақ киіз кілемше жатыр. Әже, мұның бәрін дүкеннен алдыңыз ба? Деп сұрайды аяулым. Әжесі күлімдеп, жоқ қарақтарым, мұның бәрін өз қолыммен қойдың жүнінен жасадым, дейді. Балалар таңғалып, қалай жасайсыз? Деп қызыға сұрайды. Сонда әжесі сандықтан аппақ жүн алып шығып, қойдың жүні қазақ үшін өте қымбат қазына. Бұрын ата-бабамыз жүннен киім де, төсеніс де, ыдыс қаптары мен түрлі сәндік бұйымдар да жасаған, дейді. Әже жүнді түтіп, жұмсартып көрсетеді.
Алдымен жүнді тазалаймыз. Кейін оны бояп, кептіріп, түрлі бұйым жасауға дайындаймыз. Сосын әже немерелеріне киіз басуды үйретеді. Олар бірге ою-өрнек жасап, түрлі түсті жүндерді әдемілеп орналастырады. Аяру кішкентай гүл бейнесін жасайды. Ал Нұрдәулет қошқар мүйіз ойуын құрастырады. Міне балалар, жүннің тек киіз емес, сөмке, ойыншық, сәндік бұйым, тіпті интерьерге арналған әдемі паннуларды жасауға болады, дейді әже. Кешке қарай балалардың жасаған бұйымдары дайын болады. Олар өз еңбектеріне қуанып, әже, біз де өскенде сіз сияқты шебер боламыз, дейді. Күміс әже немерелерін құшақтап, ең бастысы еңбекқор болу. Өнерлі адам ешқашан қор болмайды, деп ақылын айтады. Содан бері балалар қой жүнінен бұйым жасауды жақсы көріп, ұлттық өнерді жалғастырыпты. Ал қыздар, біз сарамандық жұмысты бастамас бұрын бізге керекті құрал-жабдықтармен, материалдармен танысамыз. Сіздердің алдарыңызда бізге керекті фетр, негізгі бөлік, оған керекті бізге жүн, түрлі түсті оюлардың түріне қарай таңдап аласыздар, иә? Мына жерге бізге керекті ине, арнайы ине түйрейтін, желім дейтін болсақ, бізге ыстық желім керек мінекей. Сонымен қатар таспа, түрлі ине, мінекей арнайы тұр. Және де қайшы керекті құрал-жабдықтар соның ішіндегі. Және де жаңағы кілемшемізді сәндеу үшін бізде осындай түрлі моншақтар бар. Ине, жіп, қайшы, қарандаш, сызғыш, осыны құрал-жабдықтарды бәрі алдарыңызда дайын тұр. Қыздар, біз сарамандық жұмыс кезінде міндетті түрде техникалық қауіпсіздік ережесін еске сақтауымыз керек. Біз қандай құралдармен жұмыс жасаймыз? Ине, жіп, тігін машина, ыстық желім және электрлік үтікпен. Енді ине жіппен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін айта қойыңызшы. Ине жіппен жұмыс жасағанда инені ауызға салмау керек. Инені киімге қыстырмау. Дұрыс. Жұмыс соңында инені арнайы жасырғышқа немесе қорапқа салу. Дұрыс. Инені жерге тастамау. Жақсы, жарайсыңдар. Енді келесі қайшымен жұмыс жасаған жақ ереже? Қайшыны тек өз мақсаттарымен пайдалану. Жақсы. Ашық қалдырмау. Дұрыс. Бергенде сабын алға қаратырсын. Өте тамаша. Жүгіріп жүріп, қайшыны ұстамау. Жарайсыздар. Қайшыны арнайы орында сақтау. Жүріс айтасы, жарайсыздар, жақсы. Ары қарай тағы да? Ыстық желіммен Белдің ыстық ұшына қол тигізбек. Құралды тек құрал көзінен пайдалану. Қосылып тұрған белгілер қараусыз қалдырмау. Жақсы. Ал қатты күйіп қалған жағдайда дереу суық суға салу. Өте тамаша. Тағы да бізде қандай құрал қалды? Тігін машинасымен жұмыс жасау. Тігін машинасымен жұмыс кезінде біз мұғалім рұқсатынсыз машинаны қоспау керек. Жақсы. Келесі. Шашты жинап киімнің жерінде реттеу. Саусақты ине астына жақын апармау. Дұрыс. Машина жұмыс істеп тұрғанда алаңдамау. Жұмыс соңында машинаны өшіріп қою керек. Өте тамаша қыздар, жарайсыздар, жақсы жауап бердіңіздер. Енді біз қауіпсіздік ережесін есімізге сақтай отырып, сарамандық жұмысқа кірісеміз. Ол үшін біз өздеріңіз жаңағы таңдап алған оюларыңызды қағазға түсіресіздер. Қиямыз, үлгі дайындаймыз, үлгіні матаға бастырамыз. Бізде кілемше бұйымды дайындау үшін бірінші не істейміз? Оюымызды қағазға бастырамыз. Қиып үлгі дайындаймыз. Үлгіні матаға орналастырамыз, сызамыз. Содан кейін түрлі түсті жүндерімізді көлденең тігінен орналастыра отырып, арнайы инемен түйрейміз. Тағы да инемен жұмыс жасағандағы ережені еске сақтаймыз. Ол туралы бізде видеоролик бар, соны көрсетемін. Жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Фетрдің астына синтепон төсеп аламыз дағы. Арнайы инені, қолымызды тігінен ұстап инені түйрейміз. Түйреген кезде абай боламыз, қолымызды ине жарақаттап алмау керек.
жиегінен ұстаймыз, шет-шетін жиектерін жүндеп отырамыз. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Түсінікті ма? Ал онда кірісеміз. оюларды ойып дайындап алдыңдар үлгіні. Енді осы үлгіні фетрдің үстіне матаға орналастырып бастырамыз.
азыр сендерге видео музыка коямын. Сонымен оюлардың өрнегін салып, қимыл іс-әрекетін көрсетіп, бийлейміз, дем аламыз. Түсінікті ма? Ал кеттік. Қыздар жақсы демалдық па? Сергіп алдық, ендеше орнымызға отырамыз, жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Ол үшін біз кілемшенің етегіне бізде дайын мынадай таспалар бар. Осыны сәндейміз, сызықтар белгілеп қойғанбыз, сол сызыққа жүргіземіз. Шетіне ілгегін таспадан тігеміз. Енді біз келесі жұмысымызды тігін машинада орындаймыз. Қыздар, жұмысымыз аяқталды. Жұмыстарыңыз қалай, ұнады ма? Өте тамаша, жақсы жұмыс жасадыңыздар. Енді Ботагөз тобы Айшық тобының жұмыстардың кілемшелерін бағалайды, ал Айшық тобы Ботагөз тобының жұмыстарын кілемшелерін бағалайды. Ол бірінші жұмыстың ұқыптылығын қараймыз, екінші шығармашылық жұмыста ою-өрнекті қалай таңдап алғанын қараймыз, түстерінің сәйкес келуін қараймыз, және жұмысымыздың әдемі аяқталған безендірілгенін салыстырамыз. Келістік па? Жақсы. Ендеше бірінші Ботагөз тобынан бастаймыз. Бүгінгі жұмысымызды қорытындылаймыз. Жасаған бұйымдарымызды кілемшелерімізге бағалаймыз. Қыздардың жұмыстары өте ұқыпты орындалған. Еңбектерінің орындары, түстері жақсы таңдалған. Шығармашылық идеясы да дұрыс. Қыздардың қауіпсіздік техникалық ережелері қатты сақталған. Ботагөз тобының жұмыстары өте ұқыпты жасалған. Олардың оюлардың орналасуы және түстері дұрыс таңдалған. Және де техникалық ережесі дұрыс сақталған. Дайын сапасы және әсемділігі дұрыс орындалған. Бүгін бірге жақсы жұмыс жасадыңдар, жұмыстың бәрін аяқтадыңдар. Енді келесі сабақта қандай бұйым жасағыларың келеді, жүннен? Жақсы, ендеше келесі сабақта ертегі өздеріңе ұнайтын ертегінің кейіпкерлерінің суретін дайындап келіңдер. Сосын жүндерден түрлі ойыншықтар, яғни жұмсақ ойыншықтар жасаймыз. Сабағымызды қорытындай келе тақтада QR кодты осы бойынша сканерлеп аламыздағы бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды жазасыздар.
сабақ қалай өтті, ұнады ма, түсіндіңіздер ма, сол туралы қысқаша мағлұмат бересіздер. Скайнерлеп ала қойыңыздар. Аяқталды, мақсатымызға жеттік, кіремшемізді аяқтадық. Сабағымыз қалай өтті? Жақсы. Ұнады ма? Жақсы, ендеше сау болыңыздар. Біздің мақсатымыз ұлттық құндылықтар дегеніміз не? Ата-бабамыздан ертеден келе жатқан тіліміз, дініміз, әдет ғұрып салт дәстүріміз, мәдениетіміз, осындай рухани байлықтарымызды оқушылардың бойына сіңіру, сақтау, жалғастыру. Қазіргі жаңа технология бойынша, жасанды интеллект бойынша сабағымызды көрсеттік.